Ассалаумағалейкум достар, көрермендер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Сұлтан. Бұл ағылшын тілін нөлден бастап 22-ші сабағы 3-ші бақылау жұмысы. 3 түрлі тақырыпта өтетін болады: артикльдер, көмекші сөздер және сын есімдер. 4 сөйлем берілген, оларды біз толықтыруымыз қажет. Артикльдермен немесе сын есімдермен. Бірінші сөйлем: It's umbrella. Umbrella дегеніміз қол шатыр. Қара түсті қол шатыр, түсі қара. Сонымен біз бірінші black деп жазамыз. Black. It's black umbrella. Енді артикльді жазуымызға болады. It's a black umbrella. It's a black umbrella. Келесі мына жерде құмырсқа берілген. It's and жазып қояйық құмырсқа. Қандай? Біз бұны қызыл түсті деп алайық. Мына жерде денесі, аяқтары қызыл түсті екен. Сонымен red. Келесі артикльді қоюымыз керек. It's a red ant. Келесі машина берілген, көлік, көк түсті көлік. Car. Соңғы сөйлемде бізде car. Blue, көк түсті. Blue. Артиклін қоямыз. It's a blue car. Бұл мен деп есептей салайық. Nice boy, жақсы бала деген мағынаны білдіреді. Сонымен артикль қоямыз. Және be етістігі. I am a nice boy. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай артикль қолдандық, бірақ зат есім дауысты әріптен басталып тұр. You, umbrella. An umbrella болу керек, бірақ бізде сын есім дауыссыздан басталып тұрғандықтан бізде артиклін қолдана береміз. Енді келесі бұл жерлерде артикльдер мен көмекші сөздер, демеуліктер. Соны біз толықтыруымыз қажет. It's banana. It's banana. Біз осы банан жайлы алғашқы рет айтып тұрмыз. It's banana. Сол кезде біз қандай артиклі қолданамыз? Немесе an артиклі. Ол it's a banana. Келесі. Where is banana? Біз екінші рет айтып тұрмыз, сондықтан біз the артиклін қолданамыз. Where is the banana? It is the chair. Мына орындықтың үстінде тұр. Сонымен it is on the chair. Келесі. They are oranges. Олар апельсиндер. Where oranges? Олар қай жерде? Where oranges? Көпше түрде, яғни are be етістігін қолданамыз. Where are the oranges? The oranges. Where are the oranges? Екінші қолданып тұрмыз. Сонымен the артиклін қолдандық. Олар қайда? Орындықтың астында. They are the chair. They are under. Мінекей осы жерде бізде they are under the chair. Ол жерде біз қатені табуымыз керек. Әрбір сөйлемде бір қатеден бар, соны табуымыз керек. It's snake. Біз білеміз, алғашқы рет сөйлеп тұрған кезде, қолданып тұрған кезде осы бір зат жайлы, және ол жекеше түрде тұрған кезде саналатын болса, онда біз артикльдер қолданамыз. Қандай? It is a snake. Артиклі қалып қалған. Келесі. It's blue a snake. Артикль әрқашанда сын есімнің алдында келеді. Сонымен бұл бізде мына жерде болу керек еді. It's a blue snake. Сол кезде дұрыс сөйлем болады. The snake under the box. The snake under the box. Бұл жерде бірдеңе түсіп қалған.
Бұл жерде be етістігі түсіп қалған. The snake is under the box. Келесі. It's an cat. Cat дейміз, мысық. Snake дейміз жерде жылан. It's an cat. Біз білеміз, an артиклі әрқашан дауысты дыбыстан немесе дауысты әріптен басталатын зат есімдердің алдында қолданылады. Бұл жерде cat дегеніміз дауыссыз, сондықтан бұл an емес a. It is a cat. And cat is black. Біз осы мысық жайлы екінші рет сөйлеп тұрмыз. Black дейміз, қара түсті мысық. Сонымен бұл жерде the артиклі болу керек. The cat is black. The cat are under the chair. The cat are under the chair. Орындықтың астында дейді. Бірақ cat дейміз бізде жекеше түрде тұр. Are, be етістігі бізде көпше түрде қолданылады. Сондықтан the cat is under the chair. Сонымен, құрметті көрермендер, достар, біз сабақтың аяғына келіп жеттік. Бұл сабақта біз қайталап шықтық. 3 түрлі тақырыпты: артикльдер, көмекші сөздер және сын есімдер. Сіздерге түсінікті болды деген үміттемін. Біздің каналға жазылыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.